Көлеңкелеп отыр едім көкталды, бір кішкентай маған қарай оқталды. Рұқсат сұрап жайғасты да жаныма, аға сенде ана бар ма деп қалды. Не дерімді білмей қалдым тіл жұтып, көздерімді алдым мұңға сүңгітіп. Бірақ сөзбен жылатып ап балақай, енді менің жауабымда тұр күтіп. Үндемедім, жауап беріп нетемін, халі таныс бұл кішкентай көкенің. Анам бар деп айта алмадым, амал не, білем оның анасы жоқ екенін. Әкесі оның темір торда сотталған, анасы оның мәңгілікке аттанған, екеуінен бір-ақ демде айырылып, жетімсіреп қалған сол ғой таптарман. Бүгін кешке анам үйге келеді, деп балақай тәтті үмітке сенеді. Анам сенің жұмысына кеткен деп алдап қойған атасы оның себебі. Кішкентай ғой, оған қалай нанбасын, көніп жырау тағдыр басқа салғасын. Өз жемей мамам келсе берем деп, бір қолына ұстап ап та алмасын. Кішкентай ғой, көргісі кеп аңсап жырау шамасы. Кішкентайдың сағынысын қарашы, атын айтып айғайлайды еркелеп, бірақ оны естімейді. Өтсін жаз, өтсін қыс, көктем өтсін жаз, қыс, көктем, күз мейлі. Байғұс бала үмітін еш үзбейді, сәби жүрек сезіп жүрме бірдеңе, әкені емес тек ананы іздейді.